келесі жасайтын тағамымыз тауықтан шашлыктер жасаймыз. Ол үшін бізге тауықтың төс еті керек. Оны сүйектерінен ажыратамыз. Артық майларын алып тастаймыз. Осылай тазалап аламыз. Және де 4 бұрыш қылып турап аламыз. Және де бізге балғар бұрышы керек. Осылай тазаланған тәтті балғар бұрышын 4 бұрышқа бөлеміз. Міне, осылай турап алдық. Енді тауығымызды маринадтаймыз. Ол үшін бізге паприка, тұз, кішкене ғана қара бұрыш, осылай майдаланған чеснок, және де кішкене өсімдік майын құямыз. Осылай кішкене демін алдырып, 10-15 минутқа қойып қоямыз. Біз тауықтарымызды 15 минутқа маринадқа қойдық. Енді осындай ұзындығы 20 см шпажкаларға тығып шығамыз. Не осындай шашлыклерімізді (180 градуста 10 минутқа, 15 минутқа пісіріп аламыз. Біздің тауықтан жасалған шашлыктеріміз дайын. Осылай пісіп шықты.